Мұқағали Мақатаевтың жүрегіне жазылмас жара салған қандай оқиға? Отбасында 6 бала дүниеге келгенімен 2 үлкен қызы ажал құшады. Екеуінен кейін 53-ші, 58-ші, 60-ші және 66-ші жылдары балалары дүниеге келеді. Майгүл мотоцикл қағып көз жұмғанда әке-шешемнің қатты қайғырғанын көрдім. Түнгі сағат 2-лер шамасында екеуі бір-бірін құшақтап келді. Қайтыс болар шағында күйзеліске түсіп, көпшілік тарапынан еленбей де қалып жатты. Халық жазушылар одағынан да шеттетілгенін жақсы білді. Мінездерін өзіне талай жау тапты. Өте күрделі адам еді. Бірде Дінмұхамед Қонаевқа хат жазып, өзгеріс бола ма деп қатты күтті, дейді қызы. Үлкен ұлы ақынның мейірбан әрі ашық жан болғанын айтып жеткізеді. Көпшілік оны алыстан танып, Мұқағали келді деп елең ете қалатын. Кітаптары басылып шыққан кезде үйде үлкен қуаныш пен той болатын. Сондай-ақ Жұлдыз Мақатаева анасын туысқандарының тәте емес, аға деп айтатынын еске алады. Ол мұны анасының еркек шора мінезімен байланыстырса керек. Келіннің айтуынша, ақын қайын атасы Алматыда жұмыссыз қалып, қаражаттан қатты қысылса да қонақжай болғандығын жеткізеді. Осы замандағы саясаттың құйтырқы әрекеттері ақынды талай жылатты. Тіпті шағын кітапшаларының өзі саяси сүзгіден өткен. Ал ақын үшін туған баласындай көретін жырларын бөлшектеп тастағаннан артық қасірет жоқ екені сөзсіз. Сіздермен бірге Уақыт ТV YouTube арнасы.